Ассалаумағалейкум құрметті достар. Бүгін желтоқсанның 19-ы 2021 жыл. Бүгін Тараз қаласындағы Асер мал базарындамыз. Бүгін осы базардың бағаларына шолу жасайтын боламыз. Олай болса кеттік, біз видеомызды бастаймыз. Бордақы айғыр 700 мың теңге сұрап тұр. Құлынды бие 700 мың теңге сұрап тұр. 5-6 туған, құлыны еркек, құлыны үлкен, әрі 700 мың теңге. Бордақы бие 600 мың теңге сұрап тұр. Құлынды биелер 550-ден сұрап тұр. Жабағылар 155 мыңнан сұрап тұр. 210 мың теңге байлау жабағы кемі бар. Байлау құнан шықпа тай 450 мың теңге сұрап тұр, кемі бар. Байлау құнан 390 мың теңге сұрап тұр. Ұрғашы жабағы 175 мың теңге сұрап тұр, кемі бар. 180 мың теңгеден ұрғашы жабағылар. Байлау құнан 380 мың теңге сұрап тұр. Байлау құнан 400 мың теңге сұрап тұр. $150 мың теңге еркек жабағы, еті төмен, шаруа. Арық шетіндегісі ұрғашы, оны 200 мың теңге сұрап тұр. 400 мың теңгеден байлау құнандар. $170 мың теңге ұрғашы жабағы. Ұрғашы жабағы 150 мың теңге сұрап тұр. Ұрғашы жабағы 180 мың теңге сұрап тұр, еті шаруа. 100 мың теңге ұрғашы бұзау. Нау қасындағысы 130 мың теңге еркек бұзау. 280 мың теңге бұзаулы сиыр, бұзаулы ұрғашы кемі бар. Нау 3 бұқа 1,5 жасар 330 мың теңгеден сұрап тұр. Мына жағындағы үлкен денесі ірі бұқа 350 мың теңге сұрап тұр. Байланған құнажын, еті семіз 270 мың теңге сұрап тұр. 270 мың теңге буаз сиыр. Бұзаулы сиыр 350 мың теңге сұрап тұр. Бұзаулы еркек, сүті жақсы дейді, иесінің айтуы бойынша. 1,5 жасар байлау бұқа 420 мың теңге сұрап тұр, кемі бар. Бір жасар байлау бұқа 300 мың теңге сұрап тұр. 145 мың теңгеден 6 айлық еркек бұзаулар. Бір жасқа толмаған тана 157 мың теңге сұрап тұр, кемі бар. 105 мың теңгеден еркек бұқалар 7-8 айлық. Ұрғашы бұзау 150 мың теңге сұрап тұр, кемі бар 7-8 айлық. 1,5 жасар байлау бұқалар 300 мың теңгеден сұрап тұр.
150 мың теңгеден 8 айлық бұқалар. Мынау ірісі 170 мың теңге. Bir жасқа толмаған еркек бұқалар 200 мың теңгеден сұрап тұр, кемі бар. 9 айлық бұқа 150 мың теңге сұрап тұр. Елу мың теңгеден офтым қойлар, кемі бар. Қозыларды 27 мың теңгеден сұрап тұр, кемі бар. $82 мың теңгеден қазақ қошқарлар. Қойды 45 мың теңгеге сұрап тұр. Нау қойды 50 мың теңгеге сұрап тұр. Қойды 45 мың теңгеге сұрап тұр, кемі бар. Сектерді 40 мыңнан сұрап тұр. Еркек тоқтылар 33 мыңнан сұрап тұр. Қазақ қошқар 45 мың теңге сұрап тұр. Қойларды 47 мыңнан сұрап тұр. Мынау дәу қойды 50-ге сұрап тұр. Мынау үшеуі 47-тен, кемі бар. Ешкіні 27 мың сұрап тұр, кемі бар. Мынау ешкілерді 25 мыңнан сұрап тұр. Секті 38 мыңға сұрап тұр, кемі бар. 23 мың теңгеден қозылар. Кішкентай лақтар 8,5 мыңнан сұрап тұр. Мынау қой 70 мың теңгеге сатылыпты. Тоқтыларды 31 мыңнан сұрап тұр. Қозылы қойды 50 мыңға алыпты. Все, братан, барабыз бол. Осымен достар, менің видеом өз соңына келіп жетті. Егер де видео ұнаған болса, арнаға жазылып, лайк басып, арнамды қолдай кетіңіздер. Алда әлі видеолар шығады. Күтіңіздер. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.